Қарағандыда Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Ғалым Жарылғаповты еске алуға арналған халықаралық турнир ашылды. Сайыс осымен 30-шы рет ұйымдастырылып отыр. Турнирде Ресей, Куба, Моңғолия, Тәжікстан, Иран және Қытай елінің спортшылары бақ сынайды. Қазақстанның атынан әр облыстың құрама командалары мен Астана Арланс клубы тартысқа түседі. Әрбір салмақ дәрежесі бойынша жеңімпазға 150 мың теңге, екінші орынға 100 мың, ал үшінші орынға 50 мың теңге табыс етіледі. Қарағанды облысы әкімнің арнайы сыйлығы автокөлік. Бір кездері Ғалым Жарылғапов өнер көрсеткен 69 келі салмақ дәрежесі бойынша басым түскен спортшыға беріледі. Айта кету керек, бағдарламаға әйелдер боксын қосу жоспарланғанымен қарағандылық спортшы қыздарға қарсылас табылмаған. Бұл турнирге алғаш рет 1999 жылы қатыстым. Ол кезде Қазақстан боксының деңгейі орташа болатын. Ал қазір Қазақстан әлемдік бокс державасының үштігіне кіреді деп есептеймін.